Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында қазанға тандырнан пісіріп көрсетемін. Өте дәмді, әрі жасалу жолы өте оңай. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Және де міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдымен нанның қамырын ашытамыз. Ол үшін бізге ұн қажет болады. Онды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Оның үстіне тұз, қант және де ашытқыны салып араластырамыз. Келесі кезекте жылы суымызды және де ерітілген сары майымызды қосамыз. Содан кейін жылы сүтімізді қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз қаттылау болу қажет, уайымдамаңыздар, құрамында сүт май болғандықтан нанымыз жұмсақ болып шығады. Және де барлық ингредиенттерін, яғни құрамын мен төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарап жасаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз қаттылау болады. Енді осының бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағат көлемінде қоямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз көтерілді, яғни нанымыз ашыды. Енді осы қамырды алып бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Мен осы жерде таразының көмегімен барлық қамырымызды 200 граммнан бөліп алдым. Егерде сіздерде таразы болмаса, ол міндетті емес, көз мөлшермен бөліп шықсаңыздар болады. Осы қамырдан менде 8 күлше нан шықты. Күлшелерімізді осылай домалақтап, бетін жауып, тағы да 10-15 минутқа тынықтырамыз. Сол кезде нанымыз көтеріліп, әдемі болып піседі. 10-15 минут өткеннен кейін күлшенің, яғни мини лепешкалардың формасын жасаймыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасын басыңқырап, арнайы нан тескішпен немесе вилканың көмегімен ортасын басып шығамыз. Барлық күлшелерді дайындап болған соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Ағы бізге нанды жабыстырғанда қажет болады. Және де қалауларыңыз бойынша күнжут сепсеңіздер болады. Өте әдемі болып шығады. Құрметті қыз келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінеке барлық күлшелеріміз дайын, енді қазанымызды от жағып қыздыратын боламыз. Қазанымыз қызғаннан кейін күлшелерімізді жұмыртқаның ағына батырып, қазанымызға жабыстырамыз. Барлық күлшелерімізді осылай қазанымызға жабыстырамыз және де ортасын көтеріліп кетпес үшін қолдарыңызбен басыңқырап қойыңыздар. Мінеке барлық күлшелерімізді жабыстырып аламыз. Одан кейін бетіне арнайы осындай дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай легенді жауып, үстіне астындағы отынды, яғни шоқтарды видеода көріп тұрғандарыңыздай легеннің бетіне орналастырамыз. Осы жерде айта кететін жағдай, отты қатты жақпаңыздар, нанымыз бірден қызарып арасы шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан да баяулау отта пісірген жөн. Мінеке көріп тұрғандарыңыздай нандарымыз қып-қызыл болып әдемі болып пісіп шықты. Тандыр наннан ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмін енді айтып жеткізу мүмкін емес. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы да өте оңай. Керемет нанды міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріңізге ұнайтыны сөзсіз. Қалған күлшелерімізді дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Осымен күлшелеріміз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.